күні мерекесі қарсаңында таразықтар үшін Үшбұлақ жағалауы жаңғыртудан өтіп, ұзындығы 72 метрді құрайтын көпір ашылды. Қайта жаңғыртылған Үшбұлақ жағалауын қала тұрғындары үшін лайықты демалыс аумағына айналдыру жұмысы Жеңіс саябағы бойынша қолға алынған жобамен байланысты. Көп жылдан бері каналдың жағалауы қараусыз қалып, қоғам тарапынан сын айтылып келген еді. Бұл аумақтың қайта жаңғырту жобасы Жеңіс саябағымен жалғасып жатыр. Жалпы алаңы 6,5 гектар жерді абаттандыру жұмыстары кезінде 10 мың тоннадан астам қоқыс шығарылды. Көпірдің ұзындығы 72 метр, ені 3 метр. Бөгет қайта жаңғыртылып, су айдыны 60 метрге кеңейді. Демалушылар тамашалайтын 5 дана аққу, 4 дана үйрек, ақ амур мен карп сияқты 3 мыңға жуық балық жіберілді. Сондай-ақ демалыс орталығының ашылуы барысында облыс әкімі мен мемлекеттік қызметкерлер, қала қонақтары мен ардагерлер жеміс көшеттерін отырғызды. Жағалауға каналға шығатын 3 дана пирс, демалыс орындары, балалар ойын алаңдары, спорттық снарядтар, суда жүруге арналған катамарандар қойылып, каналдың бойына ұзындығы 700 метрді құрайтын жаяу жүргіншілер жолы салынды. Гүлбаршын Құланбаева, Самат Сатылғанов, Жамбыл Ньюс.